Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге пиццариядағыдай болып шығатын маргарита пиццасымен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызды електен аламыз. 150 грамм сүтімізді құямыз, жыл сүтімізді. 2 ас қасық ашытқымыз саламыз. 1 шай қасық тұзымыз саламыз. Одан кейін қантымыз саламыз, 1 шай қасық. Қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан кейін қолымызбен едеміз қамырымызды. 1 ас қасық майымызды құямыз. Қамырымызда саусақтың ізі болу керек. Қамырымызды 2 бөлу керек. Себебі мен 2 пицца жасаймын. Оны домалақтатып аламыз. Үстіне оливковый масломызды құйып, оны жағып аламыз. 40 минут немесе 1 сағатқа қойып, ашытып аламыз. Енді пиццамыздың бетіне қойылатын салманы әзірлейтін боламыз. Менде осындай сиыр болады. Негізі өзіңіздің қалағандай болады. Енді қамырымызды өстіп жайып аламыз. Бетіне соусымызды түсеміз. Немесе соус болмаса кетчуптен саламыз. Енді үгітілген сиырымызды үстіне осылай себеміз. Қызанағымызды саламыз. Колбасаларымызды саламыз. Үстіне өстіп қойып шығамыз. Пиццамызды салмас бұрын пешімізді 10-15 минут қыздырып аламыз. Содан кейін барып пиццамызды саламыз. Міне пиццамыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Жұлдыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау шалуды басуды ұмытпаңыз.